Невский ауылдық кітапханасы Дина Нұрпейісованың 160 жылдық мерейтойына қазақтың ұлы күйшісі онлайн іс-шара ұсынады. Күй өнерінің бағына туған Дина әжеміздің орны қазақ халқы үшін өте ерекше. Дина Нұрпейісова қазақтың әйгілі күйші-композиторы, күй атасы Құрманғазының ең дарынды шәкіртінің бірі. Кішкентай Дина 9 жасқа келгенде әкесі кенженің орындайтын ән-күйлерін бәрін үйреніп алып, есімі елге жайылыпты. Әкесі қызының ерекше талантына қайран қалып, қызын барынша қолдаған екен. Динаның есте сақтау қабілеті, домбыра қағысы, күйлерді нақышына келтіріп орындауы сол кезден бастап қалыптасқан. Дина 9 жыл бойы, яғни 18 жасқа келгенше, күй атасымен жиі кездесіп, Құрманғазының арқасында небір дүлдүл домбырашыларды көріп, олардың домбыра тарту шеберлігіне тәнті болыпты. Тек тәнті болып қана қалмай, олардың шеберліктерін де өз бойына сіңірді. Дина домбыраны елдің ықыласын алумен қатар, керек жерде халықтың бақытын қорғайтын қару ретінде де қолданған. Ата-анасы Динаны 19 жасқа келгенде 1880 жылы Беріштің Бесқара руының адамы Нұрпейістің баласы Нұралыға береді. Отбасылық өмірде де Дина өзінің айнымас адал серігін тастамайды, керісінше домбыраны тартуын дамыта береді. Дина әжеміз өзінің талантының арқасында ұстазы Құрманғазының, Байжұманның, Есжанның, Түркештің, Дәулеткерейдің күйлерін үйренеді. Бірде Құрманғазы бабамыз шәкіртіне риза болып, тек күйлерді орындап қана қоймай, өзі де күй шығаруын тапсырады. Міне, осыдан кейін Дина әжеміз өз күйлерін жарыққа шығарады. Динаның шығарған бұлбұл күйі ерекше күйлердің бірі. Бұл күйде құстың сезімі мен ой арманы да қосыла берілген. Халық өнері үшін күйлердің табиғатпен байланысуы заңды құбылыс. Ал Дина Нұрпейісова осы заңдылықты жоғары дәрежеде көтерген күйші. Бұлбұл күйдің бір варианты домбырашы Махамбет Бөкейхановтың орындауында Александр Викторович Затаевичтің жинағына да енген. Динаның өнерін сахнаға алып шығуға себепші болған жандардың бірі әрі бірегейі академик Ахмет Жұманов екендігі белгілі. Дина 76 жасында Алматыға келіп, үлкен сахнада өз күйлерін орындайды. Халықтың ықыласында шек болмайды. Жасы ұлғайса да шеберлігін жоғалтпаған күйші елдің қошеметіне бөленеді. Динаның алғаш сахнаға шыққандағы өнерін ақын Жұмекен Нәжмеденов былай жырлаған екен. Үн төгілді тірленіп, көк гауһардан кетті аумай, жарқындығы күлкідей, мұндылығы жоқтаудай, ащылығы шындықтай, тәттілігі шабыттай, жеңілдігі көбіктей, ауырлығы табыттай. Академик Ахмет Жұбанов Дина әжеміздің күйлерін нотаға түсірген. Дина күйлері Құрманғазы оркестрінің әр концертінде орындалатын болған. Сондай үлкен концерттің біріне күйші әжеміз шақырумен арнайы келіп, өз күйлерін естіп, қатты қуаныпты. Ахмет Жұбановқа өз ризашылығын білдірген екен. Дина қазақ халқының тарихынан орнын ойып тұрып алған жан. Ол кісінің ерен еңбегі, қазақ музыкасына қосқан сүбелі үлесі әрқашан халықтың жадында. Дина әжеміз қазақ музыкасымен, қазақтың күмбірі бөлек күйлермен мәңгі жасай бермек.